уақытта балаңызды көп мазаламаңыз. Бұл тестілеу нәтижесіне кері әсер етуі мүмкін. Ата-аналарының қобалжуы балаларға беріледі. Балаларды сергітіп, олар жасаған әр жақсы істер үшін мақтау айтыңыз. Екінші, сенімділік жеңіске жетелейді. Балалардың өз-өзіне деген сенімділігін арттырыңыз. Себебі балалар сәтсіздіктен қорыққан сайын қателіктер жіберу ықтималдығы арта түседі. Үшінші, балаңыздың көңіл күйі мен денсаулығын жиі тексеріп қадағалап отырыңыздар. Балаңыздың жан дүниесін сізден артық ешкім түсінбейді. Төртінші, балаңыздың дайындық режимін қадағалаңыз. Бала дайындық арасында демалып отыруы тиіс. Бесінші, үйден баланың дайындалуына қолайлы жер беріңіз. Үйдегілердің ешқайсысы бөгет болмауын қамтамасыз етіңіз. Алтыншы, балаңыздың дұрыс өз уақытында тамақтануына көп көңіл бөліңіз. Баланың ойы мен қарқынды жұмыс істеу кезінде оған сіңімді, витаминді тағамдар жеу керек. Балық, ірімшік, құрма, тағы басқа тағамдар мидың жұмыс істеуіне жақсы көмектеседі. Жетінші, балаңызға деген мейіріміңіз бен сүйіспеншілігіңізді көрсете біліңіз. Сегізінші, қандай жағдай болмасын, балаңызға сенім артыңыз және балаңызды әрқашан қолдап қолпаштап отырыңыз. Өйткені бала сіздің болашағыңыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.